Жергілікті өзін-өзі басқару мемлекеттегі белгілі бір әкімшілік аумақтық бөлік тұрғындарының және оның сайланбалы органдарының жергілікті істерді басқару жөніндегі дербес қызметі. Қазақстан Республикасы Конституциясының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы 8 бөлімінде жергілікті өкілді органдардың сипатына, мақсатына және құрылу тәртібіне қатысты жалпы ережелер белгіленген. Осы бөлімнің 89 бабы бойынша Қазақстан Республикасында жергілікті маңызы бар мәселелерді жергілікті тұрғындардың өзі шешуін қамтамасыз ететін жергілікті өзін-өзі басқару танылады. Жергілікті өзін-өзі басқаруды тұрғындар тікелей сайлау жолымен, сондай-ақ адамдар жинақы тұратын, аумақты қамтитын ауылдық және қалалық жергілікті қауымдастықтардағы сайланбалы және басқа жергілікті өзін-өзі басқару органдар арқылы жүзеге асырады. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарын ұйымдастыру мен олардың қызмет тәртібін заңда көрсетілген шекте азаматтардың өздері белгілейді. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының дербестігіне олардың заңмен белгіленген өкілеттілігі шегінде кепілдік беріледі. Мемлекет олардың қызметін және олардың өкілеттілігін шегін заңдық деңгейінде тек жалпы шеңберде белгілейді. Басқа жағдайларда өзін-өзі басқару органдары мәселені дербес шешеді. Сондықтан жергілікті жерлерде мұндай органдардың құрылуы тек атауы бойынша ғана емес, бағыты, нысаны, қызмет тәртібі, кірістердің қосымша көздері, әкімдер мен мәслихаттармен өзара қатынас тәсілдері бойынша да әртүрлі болуы мүмкін. Теміртау қаласында 2000 жылдары мұндай 14 комитет құрылған. Общественное формирование существовало примерно Әлеуметтік қалыптастыру 2008 жылдан бері заңды түрде тұрғын үйдің жағдайына, мәселелеріне толық жауапты. Басқарушы компаниялар мен пәтер иелерінің кооперативі құрылды. Көпқабатты тұрғын үйлерде пайда болған мәселелерді қазіргі таңда осылар шешеді. Ағымдағы жылдың 1 желтоқсанынан бастап Теміртау қаласының билік өкілдері жергілікті өзін-өзі басқарудың аудандық комитеттерінің қызметін тоқтату туралы шешім қабылдады. Енді барлық мәселелерді басқарушы компаниялар және үй комитеттері шешетін болады. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің бастығы Низами Гаджиевтің айтуынша, жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің уақыты өтті. На самом деле они не управляют домом управляет КСК. Негізінде жергілікті өзін-өзі басқару комитеттері үйді толығымен басқармайды. Қазір тұрғын үйдің жағдайына жауапты пәтер иелерінің кооперативі бар. Олар заңды түрде барлық жұмыстарды атқарып отыр. Сондықтан жергілікті өзін-өзі басқару комитеттерінің жұмысы қажет емес деп ойлаймын. Олардың жүйесінің уақыты өтті. Дегенмен, жергілікті өзін-өзі басқару комитеті төрағаларының айтуынша, биліктің бұл шешімінің халыққа салдары тиіп кетуі әбден мүмкін. Олар өздерінің қызметі әлі де қажет деп санайды. Мы очень боимся того. Біз қатты алаңдаулымыз. Егер қалада бір төтенше жағдай орын алса, халық қайда барады? Тіпті жай ғана қарапайым жылу өшетін болса да, тұрғын үй комитетіне 100-ден астам үйге бір мезгілде ескерту қиынға соғады. Мысалы, бүгіннің өзінде 7-9 ықшамаудандарда жылу өшірілді. Жылу өшкеннен кейін оны қайта қосқанша бақылаудың өзі жауапкершілік. Алдағы уақытта жаңа шешіммен кейін бәрі қалай болады білмеймін. Біз қарапайым халықты аяп отырмыз. Обал. Жергілікті билік өкілдерінің шешімі қаншалықты дұрыс? Жергілікті өзін-өзі басқару комитеті төрағаларының қорқынышы орынды ма? Бәрі уақыт еншісінде. Әліптің артын бағайық.